Al көршілер, hoş geldingler. Бүгін қол үзік жасайын деп сендерді шақырып отырмын. Шақырмаса келмейсіңдер. Мына ұмытып бара жатырған салт дәстүріміз қол үзік жасайын деп жатырмын. Себеп мына көрмелерді көптеп алайын, шаруаларды бірге істеп алайын деп шақырып отырып сендерді көршілер. О, жақсы. Шақырғаның жақсы болды. Үйдегілерді асарға кетіп еді. Жаңғыз отыр едім. Бұның бір жақсы шаруа болды. Жақсы болды келгенің. Көрші жаңа келе жатырғанда аулада екі жігіттің басын көзім шалып қалды. Соғым сойғалы жатырмысыңдар. Бір-екі келіншектердің де басы қосылып шаруаларын шаруалайын деп жатыр екен. Ішек қарын тазалауға дайындал. Иә, көрші. Бүгін соғым да бар. Барлығы бар. Алла бұйырса соғым сойып жатырмыз. Себеппен бір бас қосып көршілеріміз әндетіп, бір арқа жарқа болып әндетіп отырамыз бұйырса. Соғымыз да бар, барлығы бар. Аллаға шүкір. Соғымыз сүйкімді болсын. Рахмет. Көрші жақсы, етсейтін болды, қолдақ жұмсақ болып келіпсіз. Рахмет. Сәлімдерді қалай? Анадан естіп жатыр, қол үздік деп жатыр. Қол үздік деген не ол? Қол үздік деген қызым, мына бітпей қалған шаруаларымызды, көрпелер бар, басқа да киіз басу ма шаруаларды мына көрші достарымыз мені көршілерді шақырып, жабылып істегенді қол үздік деп айтады. Соны жабылып бірге қосылып, бұл ата-бабадан ұмытып бара жатырған салт дәстүр. Соны жастарға көзі көріп, үйреніп қойсын деп біз көршілерін шақырып, мына көрпелерімді көктеп, бірге достарым менен қол үздік жасайын деп жатырмын қызым. Сосын ана далада жүрген балаға айт Ерланға. Соғым сойып жатыр, соның қол кесерін беріп жіберсін, ұмытпай. Қол кесер деген болады, соны беріп жіберсін. Келінге айтып барсын. Барамын. Дұрыс айтасың көрші. Соны қазіргі жастарға айтып отырмасаң білмейді ғой. Айтқаның жақсы болды. Иә, қайдан білсін, соны бізді үйретуіміз керек жастарға. Шынымен ұмытып кетпеген дәстүрлер. Дұрыс айтасың, айтып отыруымыз керек. Жайлап олар да болса үйреніп алып айтып отырсақ. Ал көрші, қырағымызда бітіп қалды. Иә, себеппенен бір талай шаруа бітіп қалды. Ал енді рахмет сендерге, көп шаруа бітіп бастарымыз жиналып қалдық. Ай, келін! Мына көршілерге үлкен әжелеріңе қол үздік әкел балам. Қол үздік береміз. Сәлімдерді. Бері жетіне бас әжелерге бер қол үздігіңді. Ал енді осы алып қол үздіктеріңе риза болың, көршілер. Рахмет. Игілігіңізге жақсы етіңізге бұйырсын. Ал ене қуырдақ жасайын ба, ет асайын ба? Ал келін бірінші қуырдақ жаса. Қуырдақ жасай ғой. Соғымды, етті кешкі асамыз. Ана асарға кеткен балдарды да шақырайық. Соғым сойып жатқан балдардың бәрін шақырайық кешті. Етті кешкі асамыз қалады. Жарайды. Ал көршілер, себеппенен бір талай шаруа тындырдыңдар. Рахмет, көрпе көктеліп қалды. Ана жақта соғым сойған балдарға қол кесерінде бердік. Ұмытылып бара жатырған салт дәстүріміз осылай жалғаса берсін. Сіздерге көп рахмет. Алла мына сыйлықтарыңа риза болыңдар. Ал көршілер келесіде қол үздік менің үйімде киіз басамыз. Соған келіңдер. Алла бұйырса барамыз көршілер, барамыз. Ұлттық дәстүрді ұлықтау челленджі Сарыжар ауылдық қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігінің аналарына Жолдаймыз. Салт дәстүрімізді ұмытпайық.